Айдасы, Айса Хамзеұлы, апасы, мен дүкенге барам, үйдің ауласы тазарсын, есікті ашып кетсем, үйге ит қос кіріп жүрмесін, байқап отыр, деді 10 жасар қызы Айнұрға. Айнұр алаңсыз кітап оқып отырған, қасында жатқан мысығы атып тұрды. Белін бүкірейтіп, жүнін үрпитіп, айбат шегіп, есік жаққа қарады. Бұған не көрінді деп қарап еді. Зәриесі шошып кетті. Қара шұбар жылан өзіне қарай жаймен жылжып келе жатыр. Айнұр жүгіріп ас үйге барды. Құмырадағы сүтті алып, жыланға әкеп шашты. Дүкеннен оралған шешесі үйден шығып бара жатқан жыланды көрді. Жан ұшырып үйге кірді. Жайбарақат тұрған Айнұрды көріп, қуанып кетті. Жылан шағып алды ма деп қатты қорықтым ғой. Не болды? Жылан үйден өзі шықты ма? Мен оған сүт шаштым, сосын өзі кетті. Жаным-ау, оны қайдан біліп жүрсің? Деп қызына таңдана қарады анасы. Үйге кірген жыланға ақ шашқан соң, өзі шыққанды туралы бір кітаптан оқығам, деді Айнұр. Түлкі мен қоян. Әуелі түлкінің құйрығы жоқ еді. Әрқашан қасқырмен тату тұрмаған себепті құйрығының жоқтығына жүрген үзін жасыра алмай қатты қиналыпты. Сол үшін қасқыр әрдайым түлкінің артынан түсіп, аңдып жүріп, бір күні барып оның ініне кіріпті. Егер түлкі інін басқа жағындағы аузынан шығып кетпесе, өлтіріп тастар еді. Әлден соң түлкі ағаш ішіне кіріп кетіп, ағаштың түбінде тұрған қоянды көреді. Ол мезгілінде қояндардың құйрығы ұзын, жүгіргенде ыңғайсыз еді. Сол жерде түлкі қоянды ұстап алып, өлтірмекші болып жатқанда қоян, мені өлтірме, құйрығымды сыйға берейін, деп жалынады. Сонан бері қоянның құйрығы қысқа, түлкінің құйрығы ұзын болып қалған еді. Мен мысығым бар, өзі қара, тамағы ақ. Ақтамақ келе ғой, десем, ол маған жүгіріп келеді. Кейде мысығымды далаға алып кетемін. Ол өрмелеп биік ағашқа шығып, жан-жаққа қарап отырады. Ақтамақ жүруге, десем, ол ағаштан секіріп түсіп, менің соңымнан еріп үйге келеді. Біз көп қабатты үйде тұрамыз. Лифтіге де өзі кіреді. Үйге кіргенде бірден ас үйге барып, тамақ ішетін ыдысының жанында сүт тосып отырады. Тамақ ішкен соң оны апам қуындырады. Ақтамақ айтқан сөзінің бәрін түсінеді. Өзі ақылды.